Құрметті достар, сіздерді Алтынбектің әндері деген музыкалық хабар тыңдауға шақырамыз. Біздің елімізде әрбір адамның өз бойындағы таланты мен қабілетін, білімі мен өнерін танытуға, творчестволық дарынын дамытуға жағдай жасалып, зор мүмкіндік туғызылған. Осындай қамқорлықтың арқасында халық таланттарының қатары қаулап өсіп, олардың өнер саласындағы табыстары едәуір молая түсті. Халық таланттарына Жамбыл өңірде кенде емес. Соңғы жылдары облыста көркемөнерпаздар коллективінің қатары да тез көбейіп, олардың творчестволық белсенділігі артты. Жамбыл облысындағы Мерке жері еңбек ерлеріне, халық таланттарына бай. Мерке өнер ансамблінің өнерпаздары 1983 жылы Португалияға сапар шегіп, шет ел көрермендеріне халық ән күйлерінің ғажайып үнін танытты. Москвада өткен жастар мен студенттердің 12-ші дүниежүзілік фестивалінде өнер көрсетіп, қазақ музыкасын әлем жастар алдында паш етті. Бүгінгі назарларыңызға ұсынылып отырған музыкалық хабарымыз да осы Мерке өңірінің түлегі, әрі әнші, әрі әлденеше әндердің авторы, Жамбыл облыстық филармониясының директоры Алтынбек Қоразбаев туралы болмақ. Бала жасынан домбыраға құштар болды. Атасы Қоразбай ел арасында домбыра тартып, халық әуендерін нақышына келтіріп орындайтын. Қызылсайдағы бастауыш мектепті тәмамдасымен атасы Алтынбекті Гранитогорскідегі мектеп-интернатқа орналастырды. Сабақтан қолы бос болса, ермегі домбыра. 10 жылдықты бітірген соң Жамбылдағы мәдени ағарту училищесіне оқуға түсті. Бұдан кейін Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясына түсіп, білімін одан әрі тереңдетті. Консерваторияда білім ала жүріп, Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрінде домбырашылық қызмет атқарды. Жоғарғы оқу орнында алған теориялық білімін Жамбыл қаласындағы жастардың Алатау эстрадалық халық ансамблінің көркемдік жетекшісі міндетіне тағайындалған күннен бастап іске асыра бастады. Мамаңның сен мамандығын сұрама. Орындайтын өздеріңізге таныс Қарлығаш Қожағазина. Мамаңның сен мамандығын сұрама. Жатыр мұнымшым, ең бірінші мен емес бетігіншім. Сен әйтеуір қуантуға құмарымын, керек кезде дәрігерің шығармын. Сен әйтеуір қуантуға дәрігерің шығармын.
қарай қойшы өзіңде, шаштаразда болдым керек кезінде. Ең бір қиын, ең бір қызық еңбек бол, ең бірінші мұғалімің мен деппін. Ең бір қиын, ең бір қызық еңбек бол, ең бірінші мұғалімің мен деппін. Бәрімін таңыр қама мүлдоған, әншің менде ең бірінші тыңдаған. Байқадың ба, биледің ғой сен мені, барлығы да болды ботамы сен үшін. Байқадың ба, биледің ғой мен үшін, барлығы да болды ботамы сен үшін. Ай, ой, Осымен Алтынбектің әндері деген музыкалық хабарымыз аяқталды. Авторы Әмір Молдабеков, режиссері Құмарбек Садақов, дыбыс операторы Гүлбақыт Қайсенова, жүргізген Жанил Асқарова, редакторы Серғазы Тұрсынбаев.